Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен осы Aloe Forever Aloe Vera гельдің осы екі өніміне отзыв айтайын деп едім. Бұл біз мына банканың біз алып жатқан екінші рет алып ішіп жатырмыз. Менің 3 жасар балам бар и 4 жасар балам. 3 жасар балам көр болды, приврит болды, қайта пневмония болды. Иммунитеті слабый, тез ауырып қалады, өте аурушаң. Және үйде иммунитеті төмен енем бар, апам 70 жасқа таяп қалған, сол кісі барлығы осы алып көрейік деп шештік. Бұрын қолданып көрмегенбіз, бірақ енемнің айтуынша бұрыннан бар дейді, бұрыннан осыны ішкенмін, көргенмін деп айтатын. Енді өнімге келетін болсақ, жақсы екен, себебі біз бір банканың өзінен жақсы результат шықты. Мен балам, 3 жасар баламның көтенде құрт болатын. Ол құрттары енді нәжісінде кәдімде көрініп, жыбырлап, түнде ұйқы бермейтін. Осыны бір банканы тауыстық, 3 адам болып ішті. Кәдімгідей басында көп болып түсті құрттары, ал одан кейін қарайып уже өлі болып түсті. Aloe Vera өте қатты бізге ұнап жатыр. Бағасы да қолжетімді, 14-15 теңгедей тұрады. Осы құртты түсіру үшін біз осы чеснок, Forever Garlic деген чеснокпен бірге ішіп жатырмыз. Бірінші күні 1 таблетка, екінші күні 2 таблетка, үшінші күні 3 таблетка. Бірден барлығын бірден емес, таңда, түсте, кешке, тамақпен бірге. Осыны ішіп жатырмыз баланың көтенде құртқа. Ал мынаны үлкен туылған баладан бастап үлкен кісілерге дейін іше береді дейді. Туылған балалар капляла, үлкен кісілер қасықпен. Тамақтанардан жарты сағат бұрын өзім 2 қасық, ал балалар 1 қасық. Тамақтанардан жарты сағат бұрын, таңда, түсте, кешке осы Aloe Veraдан тамақтан бұрын ішеді. Біріншіден, балаларымда іштері қатып, ондай проблема деген жоқ болды. Екіншіден, құрттары өліп жатыр. Кейін бұл коллагенді восстановить етеді дейді, асқазан ішек жолдары, бауыр, ішек, өт барлығын тазалайды дейді. Ол жағын енді келе жата көреміз. Бізде енді екінші баночка, бірақ соның өзінде бізде результат жақсы. Самый главный, құрттары кетіп жатыр. Кейін қалай айтсам екен, тамаққа деген тәбеті жақсара бастайды. Іштегі токсиндарды шығарады дейді, ішінде аминокислот бар дейді. Сол енді адам асқазан ішек жолдары тазарса, ішіндегі токсиндар сыртқа шығатын болса, онда адамның беті де тазара бастайды, жасара бастайды. Жалпы айтқанда бұл өнім 3 жасар балама, 4 жасар балама және 70 жастағы енеме ұнап, біз екінші баночкасын алып ішіп жатырмыз. Кейін келе тағы да қасында көптеген витаминдері бар екен, көптеген уходовый заттары бар. Аламыз деген ниеттеміз, алып қолданып көріңіздер. Әсіресе асқазан ішек жолдарында проблемасы бар кісілерге таптырмас, 100% табиғи дейді, 100% табиғи, ешқандай зиян кері әсері жоқ дейді. Жалпы алғанда қорықпай алып ішіп көретін дүние екен.